Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге қайта жүздескен мен Миса Жанкизет. Және бүгінгі видеомыз өте қызықты болайын деп тұр. Көріп тұрғандарыңыздай менің үстімде пижама. Ауа райы бүгін құбылмалы, бұлтты болып тұр, яғни салқын. Яғни бұл дегеніміз бүгінгі видеомыз өзіміз отырып, шай ішіп, бірге әңгімелесетін видео болмақ. Сол себептен видеоны бастамас бұрын өздеріңізге кофе, шай алуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода сіздердің маған қойылған сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Қызықты болмақ осы видео, сол себептен көп сөзбай бастаймыз. Мен қазір сұрақтарды осы жерден ноутбуктан оқитын боламын. Негізі өте қызықты сұрақтар өте көп болды, бірақ араларынан бір шамасын таңдап алған болатынмын. Енді қазір жауап беремін. Сіздер жалпы күшті сұрақтар қойған болатынсыздар, өзіме де ұнады. Қазір солардың жауаптарын айтатын боламын сіздермен бірге. Бірден қызықты сұрақтардан бастай берейік. Жаңа керемет Instagram маскаңды шығаршы. Егер де білмесеңіздер, осыған дейін менің бұрынғы парақшамда өзімнің жеке Instagram маскам болған. Мен жерге қазір қалдырып кетемін. Осындай ханшайым деген маскам болған. Әрине өкінішке орай парақшам жоқ болғаннан кейін ол да маска жоқ болып кеткен болатын. Және де сұрағыңызға келетін болсақ, ойда бар жалпы, бірақ мен шығарсам бір өте керемет, сондай бір күшті, барлығы қолданатындай, барлығына ұнайтындай етіп шығаратын боламын. Алдыңғы маскамда жалпы өзіме өте қатты ұнайтын, сондай бір күшті маскалардың бірі болатын, бірақ жақсы етпес. Келесі сұраққа көшетін болсақ, бір қалада бір апта тегін тұруға мүмкіндік берілсе, қай қалада тұрар едім кез келген елден? Өте қызықты сұрақ. Және де мен Кореяны, және де Турцияны таңдар едім. Себебі қазіргі таңда мен қалай Турция барғым келіп жүргенін білсеңіздер ғой. Білмеймін, Инстаграмға кірсем де барлық блогерлар, таныстарым барлығы әйтеуір Турцияда сөйтіп демалып жүр қазіргі уақытта. Және де мен де Турцияға барғым келіп тұр, Каппадокияға, сол үшін де. Сол себептен Анкара немесе Анталияны таңдайтын едім. Және де Кореядан, енді әрине де Сеулды таңдайтын едім. Жалпы осындай мүмкіндік берілсе вообще күшті болар еді. Шашыңды қалай бюралайсың? Осы кеше ма алды күні ғана менің Instagram парақшамда шашты бюралау туралы видео шыққан болатын, лайфхак. Өте жеңіл, жалпы күшті әдіспен шашымды бюралаған болатынмын, ешқандай плойкасыз. Мен жалпы шашымда плойка ұстамайды. Плойкамен бюраласам, ол бір сағаттан кейін болды, жоқ. Шашым ауыр болғандықтан жалпы сөйтіп бюра ұстамайды мүлдем. Сол себептен тек солай бигудимен ба, бір сондай қызықты әдістермен жасамасам, бұлай шашымда бюра мүлдем ұстамайды. Бірақ ондай әдіспен жасаған бюра да көп ұстай бермейді, максимум енді бір күн ұстайтын шығар. Одан кейін бәрібір де түсіп қалады сол бюрасы. Менде шашым ауыр да, сол себептен. Ал егер де бюралаудың әдістерін білгіңіз келсе, менің Instagram парақшамда видео бар. Сенің туылған күнің қашан? Қандай күшті сұрақ. Менің туған күніме келетін болсақ, бұйырса, Алла қаласа жақындап қалды туған күнім болады. Менің туған күнім 1 қараша. Мен 2005 жылы туылған болатынмын 1 қарашада. Бұйырса болады, жатам туған күніме. Не істейміз? Сол. Бірден айтып кетейін, менің жұлдыз жорамалым ба, солай білмеймін, знак зодиака дейді ғой, сол Саршаян. Так, не үшін ютубта канал аштың? Себебі маған жалпы блог жүргізген, видео түсірген, оны монтаждап, сөйтіп салған өзіме өте қатты ұнайды. Білмеймін, бұл жақта не деп жауап беру керек. Жалпы мен былай айтайыншы, мен YouTube каналды ашқан кезде, ол кезде 5 класс па сонда оқып жүрдім, мен кішкентай қызбын, ол кезде маған табыс ретінде ешқашан қараған жоқпын. Тек қана табыс ретінде қазірде қарамаймын мен өзімнің жалпы блогтарымды. Мен өзімнің хоббиім ретінде өзіме ұнайтындықтан, жалпы сондайда кайф алатыннан ғана жасаймын. Тек қана табыс табу мақсатында ашатындар бар, бірақ менде олай емес. Маған өзіме осылай видео түсірген, аудиториямен жұмыс жасаған ұнайды, сол себептен де өзімнің каналым бар, Инстаграмым бар, тиктогым бар. Осындай себеппен. Және де осыған ұқсас, осыны жалғастыратын бір сұрақ, блогерлікті қалай бастадың, өте қызық. Жауап бересің деген ойдамын. Жалпы блогерлігім осы YouTube каналымнан басталды. Жалпы өте қызықты оқиға мен үшін, сондай бір ерекше болып қалып қоятын оқиғаның бірі өмірімдегі. 2016 жылы, жоқ 2015 жылы 31 желтоқсанда кешке қарай маған апам айтқан болатын, Аружан, неге сен жаңағыда YouTube канал ашпайсың, қазір жалпы барлығы блогер болып жатыр ғой деп сол кезде айтқан. Ол кезде бірақ
қазақ блогерлері мүлдем жоқ болды десем болады. YouTube каналда жасөспірімдер әсіресе болса да барлығы жаңағыдай орысша түсіреді. Бірақ мен жеке өзім көрген жоқпын қазақстандық сондай жасөспірімдерді. Солай неге ашпайсың деген ұсыныс тастады. Мен сол күні ойландым, неге ашпасқа деп ойладым. Сосын келесі күні бірінші видеомды түсіріп салып тастадым. Айтпақшы, менде бір күннің ішінде 11 подписчик жиналған сол күні. Мен блогымның тарихы осылай басталды. Одан кейін сөйтіп түсіре бердім, жалғастыра бердім, өзіме ұнады. Және де осылай өзімнің аудиториямды тапқаныма шын ниетіммен қуаныштымын. Себебі мен үшін бұл шынымен де бағалы, менің блогым, менің аудиториям. Сондай бір өмірімдегі бір ерекше орын алады. Сіздерге рахмет. Келесі сұраққа көшетін болсақ, Арука Микспен доссың ба? Қандай блогерлер достарым бар? Қандай блогер достарым бар? Видеода Шырай сәлем деп дейді. Шырай сәлем. Арука Микспен жоқ, араласпаймын, дос емеспін. Қандай блогер достарым бар? Блогер достарым шүкір көп. Барлығымен де жақсы қарым-қатынастамыз. Ақтөбеден де былай Қазақстан бойынша да жақсы араласып тұратын блогерлар көп, және де оларды қазір атап айта алмаймын, олар шынымен де көп. Барлығында сыйлаймын, сондай күшті блогер достарым бар. Инстадан ақша табу үшін нені басу керек? Бірдемені басу керек қой, именно нені дейді. Қандай сұрақ. Жауабын білгіңіз келсе, қазір мұқият тыңдаңыз. Нені басып ақша табуға болатынын айтайын. Ештеңені Инстаграмда монетизация жоқ. Инстаграм сізге қолданғаныңыз үшін, жаңағыдай сторис, пост, видео салғаныңыз үшін, подписчик үшін ақша төлемейді. Вообще негізі бұлай мүлдем ақша төлемейді Инстаграм өзі блогерлерге. Көбісі ойлайды екен солай, жаңағыдай блогерлар бірдеңені басып, әйтеуір Инстаграмнан сөйтіп табады деп. Жоқ, Инстаграмда монетизация жүрмейді. Инстаграм қолданушыларына ақша төлемейді. Соны айтайын деген. Әйтпесе шынымен де сондай сұрақтар көбейіп кетті. Соңғы уақытта жиі еститін болыппын. Андай подписчик үшін мынша ақша береді екен ғой деген сияқты. Жоқ, бұл жалған. Блогер болатын кезде қорықпадым ба? Қызықсыз болсам не істеймін? Дейді. Мен айтайын, мен блогер болған кезде айтқанда жаңағы 5-ші класста бастадым, және де ол кезде менде ондай ешқашан ойлар болмаған, қызық емес болып қалам. Мен өзіме ұнайтын, сондықтан түсіретін. Мен жасап көрейін, мүмкін менен жақсы шығатын шығар, бірақ ондай жаман ойлар ешқашан болмаған, қызықсыз болып қалам, анау-мынау деп. Мен тек өзіме ұнағандықтан түсіре бердім. Идеялар жалпы менде өте көп, әрқашан толып тұрады менде идея. Сол видеолардың идеяларын түсірем, монтаждаймын, салам. Және де ондай ойлар ешқашан болмаған. Және де болмайды, себебі мен өзіме сенімді адаммын. Және де менің аудиториям әрқашан менімен бірге болады. Тіпті осы алдындары болған бір жамандақтау жағдайға келетін болсақ та, мені аудиториям әрқашан қолдап, одан кейін де үлкен қолдау көрсеткен болатын. Сондықтан сіздерге үлкен рахметімді айтамын. Егер де сізде блогерлік жолын таңдайтын болсаңыздар, бұл ойларды мүлдем басыңа алмаңыздар. Тек жұмыс жасай беріңіздер, сонда барлығы болады. Инстада конкурстар болады ма? Айтпақшы, конкурс демекші, менің жалпы ойым бар Инстаграмда сіздерге бір конкурстар жасап тұруға. Себебі менің ойымша сіздер күтіп қалған сияқтысыздар. Көбісі сұрайды, Жан, сен қашан гиф жасайсың, қашан конкурс жасайсың деп. Сол енді ойланып жүрмін. Егер де қаласаңыздар менің конкурс жасағымды, мега конкурс. Онда осы видеоға лайк басып, міндетті түрде менің Инстаграмға кіріп дайректке жазып жіберіңдер. Енді арадай тіркелу салуды ұмытпаңыздар. Бұрынғы аккаунтыңызды блокқа тыққанына өкінесіз бе? Негізі осы тақырыпта сұрақтарға жауап бергім келмеген, шын айтайын, бұл тақырыпты қозғағым келмеген, бірақ соңғысы болсын, иә. Бұрынғы аккаунтым жалпы бірнеше бұрын блокқа түсіп қалған болатын. Және де шыны керек, өйтіп қазіргі күнге дейін өкініп, оған ашуланып, бұлданып жүретін мен жағдайым жоқ. Себебі олай бұлданғанды емеспін, өйтіп себебі болды ма, болды, кетті, все. Енді мен алдыға қарай дамитын боламын, басқаны жаңадан ашам, жаңадан істеймін. Бұрынғы ол бұрынғы болды. Егер де мен өйтіп өкіне беретін болсам, мен қазір не істеймін, ол маған не керек, былай қарап ойлап отырсаң да, бостан-бос өзімнің күшімді, бостан-бос өзімнің жүйке жүйемді құртып болған. Сол себептен енді болған нәрсе болды, оны өзгерте алмаймын. Сол себептен өкінбеймін. Рум турды осы жақында түсіре аласыз ба?
Рум-тур демекші, мен көріп тұрғандарыңыздай өзімнің бөлмемдемін. Біз жақында ремонт жасап бастаған болатынбыз менің бөлмеме. Және де рум-тур жақын арада болмас. Себебі мен әлі өзімнің ойымдағыдай соңына дейін бітірген жоқпын бөлмемді. Әлі біраз нәрсе жасалу керек, біраз нәрсе алу керекпін. Барлығын толықтай жасап, бітіріп, ойымдағыдай, арманымдағыдай болғаннан кейін сіздерге міндетті түрде рум-турда түсіретін боламын. Өзім қызығып жүрмін, өзім де түсіргім келіп жүр. Күшті болатын сияқты. Ал пока что мен әлі комнатамды бітірген жоқпын бөлмемді реттеп. 10-шы сыныптан кеткен жақсы ма, әлде 9-дан ба? Қандай оқуға түскің келеді? Қандай оқуға түскің келеді, мен әлі нақты ештеңе шешкен жоқпын. Ойластырып жүрмін, қарастырып жүрмін, бірақ нақты сіздерге осылай деп айта алмаймын. Оннан жалпы менің пікірімше, тек қана менің пікірім менің ойымша, 11-ші класс бітіріп, жоғарғы оқу орнына түскен дұрыс деп ойлаймын. Бұл енді менің пікірім, әркімде әртүрлі пікір, бірақ мен осы 11 бітірем бұйырса. Енді қазір 10 оқып жатырмын, бірақ 11 бітіріп жоғарғы оқу орнына түскен дұрыс деп санаймын. Сен Ақтөбеден емессің ба, неге Астанада жүрсің дейді. Мен Ақтөбеден, көріп тұрғандарыңыздай өзімнің үйімде, өзімнің бөлмемде отырмын. Астанада емеспін. Ақтөбеде отырмын. Астанаға қайда? Жаздың басында барғам. Кішкене ғана күнге. Ақтөбедемін. Одан бері Астанаға бармаппын. Айжан стористерінде өмірінің қанша пайызын көрсетесің? Инстаграм стористарымда жалпы бұрындары, бір жарты жыл бұрын мен негізі стористарымда бір 20-30% көрсеткенмін. Ал қазір мен енді аудиториямен сіздермен көбірек жұмыс жасап, сіздермен көбірек бөліскім келгендіктен 50-60%-дай көрсетемін. Және де тек қана өмірімді ғана емес, сонымен қатар мысалға егерде жақсы заттар тауып алып жатсам, жақсы заттар сатып алып жатсам, киімдер болсын, сіздерге әрқашан айтып отырамын, қай жерден жақсы, қай жерден алдым деген сияқты. Себебі аудиторияма, подписчиктеріме сіздерге ұнайды екен, көріп отырмын. Көбісі жазып жатады да, жақында мысалға мен органайзер алған болатынмын. Сосын реклама емес, просто өзім жай алып сіздерге көрсеттім. Себебі мүмкін іздеп жүрген де бар шығар деп. Сөйтіп қыздар көп жазған болатын, сондай бір жақсы жерлерді тауып жатсаң, бізге де кеңес беріп айтып отыршы, себебі бізге де іздеп жүрген заттарымыз болатын деген сияқты. Сөйтіп салып отырамын, арасында сіздерге де пайдалы болатындай бір кеңестер болсын, ақпараттар болсын. Сол себептен стористарымда қарап жүріңіздер. Ол жақта тек қана менің өмірім емес, пайдалы заттар да бар. Арасында айтпақшы блогерлермен батылда ойнап отырамыз, ойнаймыз. Әйтеуір қызықты енді. Жалпы егерде менің өмірімдегі жаңалықтарды ең алғашқы болып білгілеріңіз келсе, менің стористерімнен көре аласыздар ғой. Сол жақта ең бірінші жаңалықтар шығады. Өзіңді өзің толықтай обеспечивать ете аласың ба, неше жастан бастап? Толыққанды өзімді обеспечивать ете аламын деп айта алмаймын. 50%-ға 50% өзімді енді қамдандыра аламын. Не дегенмен де блогымнан табыс табам, бірақ ол табыстың бәрі көбіне контентті жақсартуға кетеді. Себебі енді жаңа камера, жаңа фон, жаңа свет керек. Көбіне менің табысым соған кетеді. Ал табысты мен енді жалпы блогымнан бір 13 жасымнан бастап таба бастаған шығармын. iPhone 11 алу бар ма ойда? Ойда бар. Алғым келіп жүр, себебі менің телефонымның памяти аз. Сол iPhone-ның 11 үш камерасына қызығып жүрмін. Негізі бар ғой, алдыңғы жылы сол iPhone 11 шыққан кезде мен ойлап едім, ойбай, жаман-ақ, ұнамайды деп. Бірақ енді блогер болған соң керек екенін енді түсініп жатырмын. Мүмкін бұйырса, Алла қаласа алармыз. Бірақ жалпы ойда бар, алғым келіп жүр. Өзіңнің блогер болуға арналған курсыңды ашасың ба? Негізі ойда бар, жоспарларда да бар болатын. Курсты ашқым келеді, курс жүргізім келеді, бірақ мен өте сапалы қылып жасағым келеді. Профессиональный профкамерамен түсірілген, барлығын дайындап, сіздерге де қолжетімді бағада болатындай. Оған әрине ұзақ уақыт керек, көп күш керек. Бір күні әйтеуір іске асырамын деген ойдамын, себебі енді көп адам сұрайды, блогерлік курс жүргізші деп. Және де өзім де жүргізгім келеді, сіздермен сондай бір блогерлікке алғашқы қадам жасайтындай курс шығарып,
Бірақ енді ол уақытты көп алады, күш те көп кетеді. Қазір менде сабақ, оның үстінде курсты білмеймін әзірге қалай бірге ала алатынымды. Бірақ егер де мүмкіндік болып жатса, жағдай келіп жатса, онда профессионалды түрде түсіріп, сөйтіп курс жүргізгім келеді. Неге ютубқа Back to School түсірмедім? Мен сіздерге бір қызықты нәрсе айтайын ба? Мен сабаққа дайындықты бірінші қыркүйекте бастаған шығармын. Тіпті бірінші қыркүйекте бастады деп айта алмаймын. Мен өзім түсінбей жүрдім ба, сабақ бастала ма, не қойшы, мен 10-шы класс оқимын ба деп. Мен білмеймін, бір демалыстан кете алмай жүрдім ғой, әйтеуір. Сол себептен ешқалай дайындалмадым. Сатып алғанда да маған мамам мен апам алып келген дәптер алып келді, бір 7-10 шақты общий дәптер, сыртында білесіздер ме, еще машинаның суреті бар. Мен сіздерге қазір көрсетемін. Міне мама маған осындай дәптер сатып алып берген. Бәрібір дистанционка емес пе, бәрібір деді да, сатып алып бере салды. Жалпы менді қатты маңызды емес болғандықтан қарамадым. Вот сол общий дәптер алдым, бір 7-10 штук. Сосын көк дәптерлер болды, басқа ештеңе алған жоқпын Back to School'дан. Ешқалай дайындалған да жоқпын сабаққа. Өзім сабақ болатынын түсінбей жүрмін. Сондай бір жағдай болып тұрды. Сол себептен де Back to School түсірмедім. Енді мынадай дәптерлерді көрсетіп отырайын ба сіздерге. Динадан сатып алдым, осындай бір машинаның суреті бар дәптерде. Келесі сұраққа көшетін болсақ, сенің популярностыңмен қолданған адам болып көрді ме? Мүмкін достарын, жақының, менің танымалдығыммен қолданған. Жалпы мен өзімді танымал адам деп санамаймын. Кішкене қызық. Жалпы мен өзімді танымал, атақты, сондай адам ретінде санамаймын енді. Блогеріміз. Бірақ енді сондай бір аудиториям, подписчигім бар. Подписчиктар мен осындай блогым бар екен қолданған адамдар. Мен жалпы өзімді қолдануға әрекет ететіндей жағдайға түсірмеймін. Ешкімге өзімді қолдануға мүмкіндік бермеймін, рұқсат бермеймін. Ондай аңқау адам емеспін. Қолданатынын түсініп тұрған кезде сау бол деймін, болды. Қалай форманы дұрыстауға болады? Әдемісің, сені көре алмайтын едім, қазір обожаю. Қалай форманы дұрыстауға болады? Форма, фигураны айтып жатырсыз. Фигураны айтып жатырсыз ба? Форма дегенде. Мен диетолог емеспін, мен дәрігер емеспін, мен жаңағыдай спортқа қатысы бар бір тренер, жаттықтырушы адам емеспін. Сол себептен бұл сұраққа жауап бере алмаймын. Келесі сұрақ, және де бұл соңғы сұрақ екен. Бізге ат қойыңызшы дейді. Егер де білмесеңіздер, мен өзімнің подписчиктарымды, яғни сіздерді жандарым соул деп атаймын. Бұның мағынасын, тарихын, историясын айтып берейін ба? Жандарым соул деген жалпы енді қазақша сөз ғой, білесіздер. Еркелеткенде сөйтіп айтады, жаным соул деген сияқты. Бірақ мен кішкене өзгерттім. Жандарым соул дегенде соул, яғни ағылшыншадан аударғанда жан, душа деп аударылады. Және түсініп тұрса да, былай жандарым соул деген сияқты. Түсінген шығарсыздар, жалпы сондай қылып өзгерткен болатынмын. Айжаным сол дегеннен, содан жандарым сол дегенді шығардым. Вот. Яғни сіздер менің жандарымсыздар. Осымен сұрақтарым аяқталды. Мен жалпы енді арасынан іріктеп алған болатын, себебі көп сұрақтар қайталанады, немесе осыған дейінгі сұрақ-жауаптарда жауап берген сұрақтар бар. Сол себептен арасынан сондай бір ең қызықты, бұндай сұрақтарды таңдаған болатынмын, сіздерге ұнады деген ойдамын. Жалпы осындай өзіме айтты, разговорный, әңгімелесіп, бет-бе-бет түсірілетін видеолар сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жиі түсіріп отыруға тырысатын боламын сіздермен бірге осылай. Өзімнің досым ретінде. Айтпақшы, менің жаңа парақшам жайлы. Кейбірлері білсе, кейбірлері білмес. Менің парақшам бар. Айжан Маратқызы деген. Міне осылай жазады, никнеймі. Осыған дейін негізі ютубқа видео салдырдым ғой, Төрешова деген аккаунт аштым деген. Соны просто никнеймді ауыстырдым, Айжан Маратқызы дегенге.
вот менің аккаунтым осы. Себебі көбісі айтып жатыр да, сен жаңағыдай жаңа парақша ашсам, ютубта айтам деп едің ғой деп, вот немен парақшам осы. Айтып жатырмын осы ютуб каналымда, себебі сенбей жатқандар да бар әлі. Сол қосылыңыздар менің тағы бір отбасыма. Сіздерге ол жақта да ұнайды деген ойдамын. Айтқандай мен конкурстар жасаймын деген ойдамын. Сол себептен егер де осындай мүмкіндікті жіберіп алғыңыз келмесе, парақшама қосылыңыздар. Және де айтқандай барлық жаңалықтар сол парақшамда. Жалпы егер де осы видео ұнаса, маған кері байланыс жасаңыздар. Мұғалімдер қазір айтып жатқандай кері байланыс жасап, осы видеоға лайк басып, егер де комментарий ашық болса, комментарий ашық болады деген үміттемін. Сол жаққа сұрақтарыңыз болса, тағы жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Айжан. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.